халықтың көзі ашылады. Қандай технология қолданып жатыр. Қандай бизнес, қандай не, сауда саттыққа да жақсы болады. Қарым-қатынас. Негізі дұрыс айтасың сен. Қытайдан қорықпау керек. Қытай бізге айтпайды, да. Қытайлар ешқашан бізге айтқан жоқ, қытайша сөйле, орысша сөйле деп. Олар вообще андай языковой политика жоқ. Этому доказательство дәлел не, Қытайдың қазақтар. Бәрі қазақша білет, қазақша сөйлейді. Мы здесь обрусели во время оккупации. До сих пор нам Россия запрещает, когда мы пытаемся что-то развивать казах тілі немножко, сразу начинает угрожать тем, что нападут на нас. А теперь давайте представим, ввели безвизовый режим, налажен, например, самолет Павлодар-Шанхай. К нам будут приезжать в Павлодар туристы шанхайские.